Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Кеш тұру қазіргі қоғамның басты проблемасына айналды десек те болады. Біз үшін кеш жатып, кеш тұру әдетке айналған. Мұның бір себебіне мүмкін ерте тұрудың пайдасын білмеу жататын шығар. Ендеше назар аударыңыз, бүгінгі видео ерте тұрудың артықшылықтарына арналады. Ерте тұру арқылы нәпсіңізді тәрбиелейсіз. Біз комфорт зонасында тұрақтағанбыз. Сол себепті кейде өзіміз қаламайтын, бірақ пайдалы дүниелерді өмірімізге енгізгеніміз жөн. Болмысымызға жат нәрсені әрдайым қолданған жөн. Артық уақыт пайда болады. Ерте тұру қолыңа жетпей жүрген көп жұмыстарды орындау үшін таптырмас уақыт. Әрі таңда береке бар. Ерте тұрып жасалған істер қайырлы әрі берекелі болады. Күніңізді жоспарлап үлгересіз. Бүгінгі күніңіз ертеңге ұқсамасын десеңіз, таптырмас амал. Нәтижесінде мидың жақсы жұмыс жасауына септік етеді. Әрі денсаулық кепілі. Ғалымдармен дәлелденген. Ерте тұру денсаулықты жақсартады. Ерте тұратын адамдар оптимист болып келеді. Егер бизнес бастаған болса, табысты болады. Ойыңызды жинақтау. Маңызды кездесу немесе тапсырма берілген болса, ерте тұрып ойыңызды жинақтауға болады. Ерте тұру, жетістікке жету. Көптеген табысты кәсіпкерлер мен бизнесмендер ерте тұруға дағдылаған. Тағы бір себебі жұмыс өнімділігі артады. Әрі ештеңеге алаңдамайсыз. Елден бұрын ояну тыныштықта таза баспен талай белесті бағындыруға көмектеседі. Өзгелер ұйықтап жатқанда әлемді жаулауға қадам жасайсыз. Ерте тұру күні бойы энергияға толы болып жүруге көмектеседі. Сергектік пайда болады. Ерте тұру біз үшін кішкентай кезімізде қалып кеткен жарақат секілді. Егер ерте тұрумен жағымсыз әрі көңілсіз оқиғалар байланысса, пайдалы болса да көбіне жасамауға тырысамыз. Сондықтан ерте тұрудың пайдасын білу маңызды. Ерте тұруды қолға алған кезде өзіңізді қатал тәртіпке салмаңыз. Керек деп емес, ерте тұрғым келеді деген оймен ұйықтаңыз және ояныңыз. Уақыт өте келе сізде әдет қалыптасады. Кейін оятқыштың көмегінсіз ақ оянатын боласыз. Видео пайдалы болса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Олар да біліп жүрсін. 99 бен бірге дамы.